Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осыны өте дәмді, өте керемет табада дайындалатын тауық қанаттары, яғни крылышки дайындайтын боламыз. Кисло-сладкий, яғни қышқыл тәтті соуста дайындаймыз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағамды жасау үшін біз ең алдымен тауық қанаттарын дайындап аламыз. Яғни осындай кере жоқ кішкентай бөлігін кесіп алып тастаймыз да. Тауық қанаттарымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Видеодағыдай көрсеңіздер, тура сол екі ортасының бөлігінде буыны бар, сол жерден кесіп аласыздар. Осындай екі бөлікке барлық тауығымызды осылай дайындап аламыз. Кейін дайын болған тауық қанаттарымызға кішкене ғана тұз сеуіп, жақсылап тұрып араластырып аламыз да. Қызып тұрған майға жақсылап екі жағында қызартып қуырып аласыздар. Біздің қанаттарымыз қуырылғанша біз соусымызды дайындайтын болсақ, ол соусты дайындау үшін ең алдымен томат пастасын, соя тұздығын, яғни соевый соус дейді, соя тұздығын, және де приправалар, яғни паприка, бұрыш, чеснок кептірілген, және де имбирь кептірілген, соның барлығын салып аласыздар, және де бір шай қасық балды салып жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Бір кек консистенция дейді ғой, сондай пайда болғанша жақсылап араластырып аласыздар. Кейін тауық қанаттары бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағына аударып қуырып аламыз. Әбден екі жағында қуырып алғаннан кейін үстінен жаңағы соусымызды құйып, жақсылап тұрып араластырып, астын өте баяуға қойып, бір 10-15 минуттай пісіріп аласыздар. Соус тым қою болса, 1-2 ас қасық су құйып жіберсеңіздер де болады. 15 минутта өте дәмді, өте керемет болып, осындай болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Менің арнама тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.